Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін біз 66-шы сабақтың тапсырмаларын орындайтын боламыз. 5-ші тапсырма өлең бойынша тапсырмалар орындаймыз. Өлең мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қой. Туған жеріңді сипатта, туған жеріңнің табиғаты қандай? Өлең неліктен туған өлкем деп аталған? Өйткені өлеңде туған жер және оның әсемдігі суреттеліп тұр. Сол себепті туған өлкем деп аталған. Өлең өнердің қай түріне жатады? Өлең өнердің сөз өнеріне жатады. Өлеңнің екі сөйлемін сөз таптарына аталды. Көгінде күн нұрын төккен, жерінде гүл жұпар сепкен. Төккен, не істеген, етістік, нұрын, несін, күн, не, көгінде, зат есім, сепкен, етістік, жұпар, зат есім, гүл, зат есім, жерінде, зат есім. Келесі 6-шы тапсырма сурет бойынша әңгіме құрастыру керек. Және де тақырыбын жазу керек. Жазған мәтінде қай сөз таптарын сөздерін қолданғандығын анықтау керекпіз. Мәтін тақырыбы туған жер. Жазған мәтінінде қай сөз таптарын сөздерін қолданғандығында анықта. Зат есім, яғни табиғат, жаз мезгілі, ауыл, тау, өзен, гүл, иіс, мұрын. Сын есім, әдемі, жасыл, етістік, тартады, түседі, бөлейді, көремін. Бұл өнердің қай түріне жатады? Кескіндеме өнері, яғни пейзаж. Келесі, қандай суретшілерді білесің? Тілеужанов, Қастеев, Әбжанова. Келесі орындайтын тапсырмамыз шығармашылық жұмыс. Мен бұл жағдайда әкеме жас суретші студиясына емес, керісінше қолөнер үйірмесіне қатысқым келетінін, сонымен қатар менің қалауым туралы ойлануын өтінер едім. Келесі 8-ші тапсырманы орындаймыз. Бұл жерде сөздер мен сөз таптарын сәйкестендіру қажет. Зат есім мүсін, суретші, ермексаз, шаршы, етістік, тоқиды, тігеді, салыстырады. Сын есім жіңішке, ақ, қызыл, тік, көлбеу. Сан есім 7, 9, 20, 50, 1000.